Они бери. Саламатсыздар ма? Бүгін 7 қараша 2025 жыл сағат 16:00 Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің 8D-072-10 және өңдеу салалары дайындық бағыты бойынша 8D-072-10 мұнай-газ ісі, 8D-072-08 геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, білім беру бағдарламалары бойынша PhD докторы дәрежесін алуға ұсынылған жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру тақырыбындағы Хадиева Альбина Сағынғалиқызының диссертациялық жұмысын қорғаудың диссертациялық кеңестің отырысы. Диссертациялық кеңестің төрағасы Ратов Боранбай Толбасарович, техника ғылымдарының докторы, профессор. Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Баямирова Рышкүл Омаровна. Диссертациялық кеңес отырысының ашылуы. Құрметті әріптестер, құрметті диссертация кеңестің мүшелері, құрметті әріптестер, Есенов университеті, Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университетінің жанындағы 8D-072-10 мұнай газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің тізімдік құрамы 4 адам санында бекітілді. Диссертация кеңестің 19.09.2025 жыл 8-ші хаттамасына сәйкес уақытша құрам 3 адам санында бекітілді. Кеңестің отырысында 7 мүшелері қатысып отыр. Тағы да ресми рецензенттер қатысуда. Кеңес отырысын өткізу үшін кворум бар. Диссертация кеңестің 7 мүшесінің 7-еуі қатысып отыр. Яғни диссертация кеңестің құрамының 100%, демек отырыс заңды болып саналады. Диссертациялық кеңестің отырысын бастауы туралы ұсыныс бар. Оның алдында жаңа дауыс беріп аламыз. Бірінші жаңағы мен неге чатқа жібердім, бірінші ссылканы жібердім, жаңағы келу парағы деген явочный лист. Соны ашып, соған отметка жасап жіберсеңіз. Бар түседі ғой, да? Мынау. Recording in progress. Где я вас не лечу? У меня здесь выходит все. Сейчас. Основная информация. Барлығы берілді ме? Процент берілді. Залал. Срочно бірдеңе деп тұрады. Екеуі де телефонмен сөйлесіп отыр ғой. сұрақ болды. Ардақты жерде дейді. Залаловқа кірейін, да?
Енді аша аласың яғни. Ana Jalal Kosul'dan. Енді кім Мусинова тезете қойса? Şeyini Да, vergen я yok. здесь, здравствуйте. Гусейнова здесь. Потом я первую ссылку отправляла в чат. Вы откройте, пожалуйста, там есть явочный лист. Хорошо, сейчас, секундочку. Спасибо. Сейчас я посмотрю, где этот явочный лист. Секундочку. Онлайн отыру баса беріңіз, жалғастыра Совета. А вы куда отправили явочный лист? На WhatsApp или куда-то Там сюда? написано, там чат есть, защита 7/11/2025. Ага, сейчас, секундочку. Ага, все нашла, да, есть. Так, вот, все, новый чат. Первая ссылка HTTPS начинается на английском. Я ищу, но что-то я не вижу. Здесь вот я чат щелкнула, смотрю, но здесь никаких Давайте документов. я еще раз отправлю. Ага, если можно, И потому вы что здесь ничего последнюю, нет. да. Да. Да, да. Да, отправила я. Последнюю ссылку, прям его открываете. Я смотрю, сейчас. Сейчас, секундочку, где эта последняя ссылка? Отреагировать, я не знаю, ничего я не вижу. Поделиться. Так, секундочку. Что-то я здесь ничего не нахожу, не знаю, почему. Так. Вы WhatsApp посмотрите, пожалуйста. Там, где чат. Вот я зашла в чат, правильно? Показать предварительный просмотр чата. Вот я смотрю, ничего у меня нету. Я не знаю, почему. Новый чат, все так, кому? Поиск по имени, Наида Гусейнова. Я здесь нету. Мои файлы. Вот есть Айгюль Гусманова. Есть. А вот моей нету. Эржан Нет, есть. Инман. Есть. Ага. Есть. Гусейнова, Наида Исмет кызы. Вот я все открыла. Новый чат. Вот смотрю. Ардак, Алишаева Жанет, Гариб Мялим, потом Эржан Имбаев. А меня нет. Я не знаю, почему. У меня Нет, есть. Ничего. Я понимаю, что у вас есть, но у меня почему-то нет. Я не знаю. Давайте я вам здесь напишу что-нибудь, вы посмотрите. Хорошо. Вы просто Искак. А? Где фамилия Искак, Ардак Сергадьевна, потом вы идете по списку. Все они есть, а меня... Сейчас, секундочку. А это плохо. Цветы Да, это стоят. плохо. Вот. Я написала вам здравствуйте. Так. В чате. Так, ну вы все. Все. Видите? Вы можете запись включена. Не знаю. Хорошо, все. Да, хорошо. Но я поищу сейчас еще. Хорошо. Искать нечего. Жақсы, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, барлық 7 адам дауыс берді. Бұл дегеніміз құрамның 100%. Демек, отырыс заңды болып саналады. Диссертация кеңестің отырысын бастау туралы ұсыныс бар. Бұл ұсыныс үшін кім дауыс береді? Кім қалыс дауыс береді? Кім за? Кім қалыс қалды? Жоқ, қарсы жоқ. Bir ауыздан қабылданды. Енді осы дауыс беруді ескере отырып, диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп санауға рұқсат етіңіз. Енді ары қарай процедурамыз күн тізбегіндегі тәртібіндегі мәселелерді жариялауды және бекітуі. Кеңес отырысының жұмысын бастаймыз. Күн тәртібінде 8-07-210 мұнай газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша PhD доктор дәрежесін алуға ұсынылған жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру тақырыбында Хадиева Альбина Сағынғалиқызының диссертациялық жұмысын қорғау мәселесі қойылады. Диссертация алғаш рет қорғалады. Жұмыс Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университетінің мұнай химиялық инженеринг кафедрасында орындалды. Ғылыми кеңесшілер Сабырбаева Гүлжан Саналбаевна, Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университеті техника ғылымдарының кандидаты, кафедраның қауымдастырылған профессоры. Жалолов Гариб Исакович,
Azerbaycan Ulттuk Gılım Akademiyası korrespondent müşesi, texnika gılımlarının doktoru, professor, Munay және Gaz İnstitutu, Qabat jüyelerinin hidrogazodinamikası zertkanasının mengерушісі. Resmi recenzentler Alişeva Janat Nurquvатовна, doktor PhD, Al-Farabi atınдағы Қазақ Ұлттық Университеті, Fizikалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасының қауымдастырылған профессоры. İmanbayev Ержан İmanbayұлы, PhD doktoru, Жаңа проблемаларды институты, РМК, ШЖК қауымдастырылған профессор. Күн тәртібі бойынша сұрақтар бар ма, құрметті әріптестер? Жоқ. Егер жоқ, күн тәртібін бекітуді сұраймын. Ашық дауыс беру арқылы күн тәртібін бекітеміз. Кім осыны қолдайды? Барлығы бір ауыздан. Енді келесі диссертациялық аттестация ісінің материалдарын жариялау үшін ғылымы хатшы Байемирова Рысқұл Умаровнаға сөз беруге рұқсат етіңіз. Сегізді 072 өндірістік және өңдеу салалары дайындық бағыты, 8-072-10 мұнай-газ ісі, 8-072-08 геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, білім беру бағдарламалары бойынша диссертациялық кеңесіне Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің докторанты, жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру тақырыбында Қадиева Альбина Сағынғалиқызы диссертациялық жұмысты қорғау үшін келесі құжаттарды ұсынды. Бірінші, докторант Қадиева Альбина Сағынғалиқызының диссертациялық кеңесте қорғау туралы өтініші. Екінші, ғылыми кеңесші PhD докторы мұнай-химиялық инженеринг кафедрасының қауымдастырылған профессоры Сабырбаева Гүлжан Саналбайеваның пікірі. Үшінші, шетелдік ғылыми кеңесші Азербайжан ұлттық ғылым академиясы корреспонденттік мүшесі техника ғылымының докторы профессор Азербайжан ұлттық ғылым академиясы мұнай және газ институты Qabat жүйелерінің гидродинамикасы зертханасының меңгерушісі Жалал Гариб Искакевичтің пікірі. Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университетінің мұнай-химиялық инженеринг кафедрасының оң қорытындысы. Бесінші, қатты мұқабалы және электронды тасымалдағыштағы диссертациялық жұмыс, сондай-ақ мемлекеттік орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотация. 14 басылымының тізімі мен көшірмелері, оның ішінде ККСО ғылыми журналдарында 7 басылым, сонымен қатар Скопус базасы құрамына кіретін журналында 2 мақала, мақаланың қалған бөлігі халықаралық ғылыми конференцияларында жарияланды. 7-ші, ұлттық мемлекеттік сараптама орталығының анықтамасы, диссертацияда авторға сілтеме жасалмаған, өзге дерек көздерден алынған материалдың жоқтығын растайтын және дерексіз акционерлік қоғам ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы қорының материалдарымен салыстырмалы талдау нәтижесінде сәйкес келулер анықталған жоқ. 8-ші, Алматы энергетика және байланыс университетінің өнеркәсіптік жылу энергетика мамандығы бойынша жоғары білім дипломының көшірмесі, Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университетінің мұнай-газ ісі мамандығы бойынша магистратура дипломының көшірмесі. 9-ші, Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженеринг университетінің PhD докторантурының 8-072-10 мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасын игеру туралы транскриптінің көшірмесі, диссертант 77 берген жинақталған GPA 3-64-ке тең. 10-ші, диссертация тақырыбы туралы бұйрық. Докторант ұсынған барлық құжаттар Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі және білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті философия докторы PhD дәрежесін беру туралы талаптарына сәйкес рәсімделген және қолда бар. Болды осымен. Рахмет, Рысқұл Омаровна. Ғылымы хатшыға немесе диссертантқа аттестаттау ісінің материалдары бойынша сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз болса беруге болады. Жоқ.
Жоқ. Рахмет. Диссертацияның мәні мен негізгі ережелерін ұсыну үшін сөз беріледі. Баяндама жасау үшін Альбина Сағанғалиқызы. Сізге қанша уақыт 20 минут. қажет? 20 минут. Диссертант 20 минут. Баяндаманың регламентіне қатысты сұрақтар бар ма? Жоқ. Онда Қадиева Альбина Сағанғалиқызына беріледі 20 минут уақытқа. Сәлеметсіздер ме, құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы және диссертация кеңесінің қатысушылары. Мен Қадиева Альбина Сағанғалиқызы. Бүгінгі диссертациялық жұмыстың тақырыбы жаңа жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру болып табылады. Жалпы қазіргі таңда көптеген кен орындар жоғары тұтқырлы және шайырлы болып табылады. Және де осыған байланысты көптеген кен орындардың жоғары тұтқырлығына байланысты мұнай бергіштік коэффициенті мақсатында қалдық мұнай коэффициентінің төмендету барысында жаңағы жоғары тұтқырлы мұнайлардың мұнай бергіштік коэффициентін арттыру мақсатында технологияларды жетілдіру керек болады. Соған байланысты қазіргі таңда біз үшіншілік әдістерді қолданамыз. Үшіншілік әдістердің ішіндегі бәріңізге белгілі физика-химиялық әдістердің ішіндегі бізде кездесетін химиялық әдіс, яғни полимерлі әдіс болып табылады. Полимерлі әдіс кең таралған әдістердің бірі болып табылады. Жалпы біздің жұмысымыздың мақсаты бұл жоғары тұтқырлы мұнай кен орнын игеру тиімділігін арттыру болып табылады. Яғни полиакриламид композицияларын электромодификациялық сумен және де полиакриламидтің су газ әсер ету кешенді әдісін ғылыми әдісін тиімділігін ғылыми тұрғыда және де тәжірибелік тұрғыда зерттеу болып табылады. Жалпы жұмысымызда қарастырылатын жаңалығымыз жоғары тұтқырлы мұнай кен орнын әсер ету тиімділігін арттыру мақсатында R1 және GL-елу атты маркалы полимерлердің 1,5 концентрацияда қолдану ғылыми тұрғыдан негізделді. Және де ұсынылған шешім қиын өндірілетін қорларды қолданбалы маңызға ие және технологиялық тиімділікті арттыруға ықпал етеді. Келесі жаңалығымыз электрохимиялық модификацияланған су негізінде 0,25 концентрациялы полимерлі композицияларды пайдалана отырып, қабаттарға әсер ететін кешенді әдісі болып табылады. Бұл әдісте жоғары өткізгіштікке қабаттарда мұнай бергіш коэффициенті 20%-ға, ал төменгі өткізгіш қабаттарда 26%-ға артқаны көрсетілді. Бұл аталған әдісіміз төменгі өткізгіш қабаттың әсер ету тиімділігін арттыратын және технологиялық шешім болып табылады. Және де келесі жаңалығымыз бұл бізде қабатқа әсер ету үшін 0,25%-ық полимерлі композициялар мен су газ қоспасын қолдануға негізделген кешенді технология болып табылады. Бұл жерде бізде мұнай бергіштік коэффициентіміз сәйкесінше 32,4%-ға, яғни 0,25 концентрация үшін, ал келесі 0,5 концентрация үшін 32,9%-ға арттырылғаны көрсетіледі. Және де атылған тәсіліміз қиын өндірілетін қорлардың тиімді игеруге және жоғары тұтқырлы мұнай үшін мұнай өндіру көлемін ұлғайтуға септігін тигізеді. Жұмысымызда қарастырылатын негізгі міндеттеріміз. Ең алдымен R1 және GL-елу атты полимерді пайдалану арқылы кен үлгілерінен мұнайды ығыстыру процесін зерттеу. Келесі біртектемес қабаттарда жоғары тұтқырлы мұнайды полиакриламид және электрохимиялық модификацияланған судың кешенді әсер арқылы ығыстыру тиімділігін зерттеу болып табылады. Келесі полиакриламид ерітіндісі мен су газ қоспасының үйлесімді комбинациясын пайдалану арқылы
біртекті әсер қабатын жоғары тұтқырлы мұнайды ығыстыру тиімділігін зерттеу болып табылады. Болжау негізінде жасалған кешенді әдіс арқылы технологияны қолдану арқылы мұнай кен орнын игеру көрсеткішін техникалық, экономикалық талдауын жүргізу. Жұмыста қорғауға шығарылатын қағидалар. GL50 және R1 маркалы полимердің 1,15 концентрациядағы қаламқас кен орындар мен мұнай қорларын әсер ету тиімділігін арттырудағы рөлі ғылыми негізделді. Эксперименттік мәліметтер бұл полимердің мұнайды ығыстыру тиімділігін нақты растады. Біртекті емес қатпарлы қабатының құрылымына әсер ететін кешенді технология 0,25% концентрациядағы полиакриламидтің электромодификациялығы су арқылы судың қолдану тиімділігі ғылыми тұрғыда негізделді. Тәжірибелік зерттеу нәтижелері бойынша мұнай бергіштік коэффициенті орташамен 8%-ға артқаны анықталды. Келесі, жоғары тұтқырлы мұнай кен орындарында полиакриламид 0,15 концентрациядағы ерітіндісі су газ эмульсиясын қамтитын кешенді әсер ету әдісінің тиімділігі дәлелденді. Бұл технология енгізу мұнай бергіштік коэффициентін 17%-дан 32,9%-ға артқанын артуға мүмкіндік береді. Кешенді әсер ету технологиясын қолдануға негізделген техника-экономикалық талдау жүргізілді. Ол алдын ала болжамға негізделе отырып есептелінді. Бұл талдау ұсынылған әдістің экономикалық тиімділігін растап, мұнай өндіру шығындарын азайтып, жалпы алғанда мұнай көлемін ұлғайтуға мүмкіндігін көрсетті. Енді біз тәжірибелік бөліміне өтетін болсақ, біздің тәжірибелік бөлімде ең бірінші экспериментіміз қаламқас кен орнындағы арнайы 2 горизонтқа жүргізілген эксперимент. Бұл жерде 2 горизонттан мұнайдың физикалық химиялық қасиеттері көрсетілген. Эксперимент нәтижелері арнайы 2 полимер үшін GL50 және R1 полимерлердің дайындау кезінде судың физика-химиялық сипаттамалары арнайы таблицада көрсетілді. Эксперименттің нәтижелері бойынша бізде алынған бірінші GL50 атты полиакриламидтің нәтижелері көрсетілді. Бірінші таблицада біздің кестемізде мұнайдың ығыстыру коэффициенттері көрсетілген, және де арнайы мұнайдың ығысу коэффициентінің кеуек көлеміне байланысты графиктер тұрғызылған. Сол графикте көрсетілгендей, арнайы сызық арқылы полимер айдалғанға дейінгі және айдалғаннан кейінгі мәліметтері көрсетілген. Бұл GL50 атты полимердің тізігі. Келесі бізде R1 полимердің айдау кезіндегі нәтижелері көрсетілген. Арнайы таблицада мұнайдың ығысу коэффициентінің мәліметтері және де осы мәліметтерге байланысты кеуек көлемінің еселігіне байланысты тәуелділігіміз тұрғызылды. Яғни бұл жерде де мұнайдың ығысу коэффициенті қызыл сызық арқылы бөліп көрсетілді. Яғни бұл жерде полимердің айдалғанға дейінгі және де кейінгі мәліметтер. Және де келесі бізде бұл сумен қану көлемге тәуелділігінің графигі тұрғызылды. Арнайы 2 полимер үшін. Арнайы GL50 және R1 полимерді айдау кезіндегі эксперимент нәтижелеріне байланысты мұнайдың ығысу коэффициентінің салынды. Бұл жерде бізде арнайы R1 полимері, R1 атты маркалы полимеріміз қаламқас кен орнына қолдануға ұсынылды. Келесі тәжірибеміз бізде тәжірибеміздің қондырғысының сұлбасы көрсетілген. Бұл жерде бізде арнайы 2 қабат моделі берілген. Суретті қабат моделінен тұрады және де сұйықтықты қысу
құрылғыларынан, яғни арнайы су үшін, химреагент ерітіндісі үшін. Үшінші, мұнайды қысу қысқыштары, және де төртінші ауа цилиндрі, бесінші манометрлер, және де алтыншы өлшеуші цилиндрлер, және жетінші клапандардан тұрады. Бұл біздің келесі экспериментіміздің сұлбасы болып табылады, қондырғысының. Келесі эксперимент нәтижелері. Ең алдымен бізде 3 эксперимент нәтижесі көрсетілген. Әрбір тәжірибе үшін 3 тәжірибе көрсетілген. Әрбір тәжірибеде сәйкесінше өзінің жоғарғы өткізгіштік қабат және төменгі өткізгіштік қабаттар көрсетілген. Арнайы мәліметтер таблицада көрсетілген. Бұл жерде таблицада ең бірінші және екінші экспериментімізде біз дистилденген су қолданылды. Дистилденген су қолданды. Осы эксперименттің мәліметтеріне сүйене отырып, үшінші экспериментіміз арнайы модификацияланған суды пайдаланды. Яғни модификацияланған су, яғни судың pH-ы 11-ге тең су болып табылады. Эксперимент нәтижелеріне сүйене отырып, арнайы мұнай бергіштік коэффициенттері графикке тұрғызылды. Мұнай бергіштік коэффициенттің графигі тұрғызу барысында графиктен көріп отырғаныңыздай арнайы бірінші кезең және де екінші кезеңде көрсетілді. Бірінші кезең мен екінші кезеңді арнайы сызық арқылы бөліп көрсетілді. Бұл жерде ең алдымен бірінші эксперименттер және де екінші экспериментіміздің айырмашылығы өзінің концентрациясында болып табылады. Ал үшінші экспериментіміздің айырмашылығы каталитті су, яғни модификацияланған судың су болып табылады. Арнайы берілген бірінші және де екінші тәжірибені мұнай бергіштік коэффициентінің судың мөлшеріне өлшемсіз уақытына тәуелді графигі көрсетілді. Арнайы сызықтар арқылы бұл жерде арнайы сызықтар арқылы бөлініп көрсетілді. Бірінші суреттегі концентрациямыз 0,15% полиакриламид ерітіндісі болса, келесі суреттегі концентрациямыз 0,25% концентрация болып табылады. Үшінші экспериментімізде арнайы мұнай бергіштік коэффициентінің каталитті қолдану барысында мәнінің артқаны көрсетілді. Бірінші кезеңнің мәні екінші кезеңге өткенде артқаны көрсетілді. Бұл жерде біздің концентрациямыз 25% полиакриламид қолданылды. Эксперименттерді жүргізу барысында арнайы ең кіші квадраттық регрессия теңдеуі бойынша жүргізген экспериментіміздің дұрыстығын теңдеумен салыстыра отыра эксперименттік мәндері мен есептеуші мәндері анықталды, салыстырылып анықталды. Арнайы эксперименттік нәтиже бойынша ең кіші квадраттық регрессия теңдеуі бойынша арнайы мәндері алынып салыстырылды. Регрессия теңдеуінің, ең кіші квадраттық регрессия теңдеуінің көрсетілуі эксперименттің жасалынған эксперименттер саны есептеуіш бойынша азайту болып табылады. Мәселен, бізде арнайы эксперимент нәтижелері есептік мәнмен эксперименттік мәндерінің графигі тұрғызылды. Екі суретте де айырмашылығы көрінеді. Яғни бірінші сурет үшін айырмашылық, бірінші суретте полиакриламид концентрациясы 0,25% болса, екінші суретіміздің концентрациясы 0,5 болып табылады. Яғни бірінші суреттегі 0,25 концентрациясы полиакриламидті қолдану барысында біздің эксперименттік мәндеріміз есептеу мәндерімен сәйкес келінді. Яғни бұл есеп теңдеуді зерттеу барысында бізде квантик студент көрсеткіші 0,82-ге тең болды. Яғни біздің жүргізіліп отырған экспериментіміз эксперименттің санын есептеу мәнімен азайтуға болады екенін көрсетеді.
Келесі нәтижелеріміз, экспериментіміздің нәтижелері. Арнайы 6 эксперимент жүргізілді. Бұл эксперименттердің 6 эксперимент жүргізілді. Соның ішінде арнайы концентрациялары әртүрлі болып табылады. Және де бұл эксперименттің айырмашылығы арнайы су, газ әсер ету, яғни кешенді технологияны ұсыну болып табылады. Алынған эксперимент нәтижелері арқылы бізде арнайы графиктер тұрғызылды. Яғни әрбір графиктің, әрбір эксперимент үшін өзіне сәйкесінше графигі тұрғызылып, әр графиктің концентрациясы әртүрлі. Және де бұл арнайы суреттер, арнайы сызықтар арқылы бөлінді. Яғни бөлінген сызықтарымыз су және су, газ кешенді технологиясын басталғаны, кешенді технология қолданылғаны көрсетіледі осы графиктерімізде. Арнайы бізде 6 эксперимент үшін графигі тұрғызылды. 6 экспериментінің соңғы экспериментіміз жеке түрде су, газ әсері болып табылады. Бір екінші эксперимент концентрациялар әртүрлі, 3, 4, 5 эксперименттерінің концентрациялар әртүрлі. Бұл жерде қолданылған концентрациялар 0,25, 0,1 және 0,5% концентрациялар болып табылады. Келесі эксперименттік нәтижелер арқылы біздің графигіміз тұрғызылды. Бұл жерде графигіміз 3-ші суретте көрсетілгендей, яғни полиакриламид концентрациясы 0,5% полиакриламид концентрациясы су, газ әсерімен айдау кезінде біршама артқаны көрсетіледі, яғни 17%-дан 32,9%-ға дейін артқаны көрсетіледі. Және де эксперимент нәтижелері арқылы арнайы өндірістік нәтиже бойынша эксперимент нәтижесі салыстырылып көрсетілді. Суретте көрінгендей, екінші кешенді технологиямыз, яғни полиакриламид су, газ әсер ету әдісі біршама үлкен екені көрсетілді. Техника экономикалық көрсеткіштерді бағалау. Арнайы бұл жерде бізде арнайы 3 әдіс сипатталды. Бірінші әдісіміз біздің қолданыстағы базалық әдіс, екінші полиакриламид арқылы әдіс, және де үшінші әдісіміз полиакриламид және су, газ әсері арқылы. Келесі бізде кешенді әдістер бойынша мұнай өнімінің көрсеткіштерінің арнайы сәйкесінше 3 әдісі арқылы графигі тұрғызылды. Қорытындылай, зертханалық сынақтар нәтижесі бойынша 1,5 грамм литр концентрациядағы R1 және GL50 марка полимердің сіңіргіш қасиеттеріне байланысты мұнай ығыстыру коэффициенттері анықталды. Полимерлерді сынау нәтижесі бойынша R1 маркалы полимер пайдалану арқылы мұнай ығыстыру коэффициенті 0,100-ден 0,67, ал GL марка үшін 0,592 мәніне тең болды. Полимерлерді айдау бастапқы кезінде ығыстыру коэффициенттері салыстыру нәтижесінде R1 маркалы полимерді мұнайдың ығыстыру динамикасы GL50 атты полимерге қарағанда артық екені көрсетілді. Атылған құбылыста R1 маркалы полимерді пайдаланған жағдайда зерттеу үлгісінің қимасы бойынша мұнайдың біркелкі ығыстыруы түсіндірілді.
және де GL50 маркалы полимерін қолданғанда мұнай бастапқы ірі кеуік арналарында ығыстыра бастайды. Зертханалық зерттеу негізінде жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде R1 полимерді маркалы полимерді айдау ұсынылды. Біртектемес қатпарлы қабаттардың құрылымын ескере отырып, полимер мен каталит негізінде 0,25 концентрациялда ерітінді композицияның әсер ету технологиясы жетілдірілді. Аталған композицияның мақсаты мұнайдың реологиялық қасиеттерін өзгерту арқылы мұнай коэффициентін арттыруға бағытталды. Және де бұл технология біртекті және біртекті емес қабаттардың мұнай бергіштік коэффициентін 8%-ға артқанын анықталды. Эксперименттің жоспарлау кезінде ең кіші квадраттау әдісін қолдану мүмкіндігі негізделді. Квадраттық регрессия түйіндеуі қарастырылып, есептік нәтижелермен салыстырылды. Және де эксперименттің зерттеулер санын азайтуға мүмкіндігін көрсетті. Бұл әртүрлі концентрациялық полимер жиегін қолдану барысында мұнайдың ығыстыру кезінде мұнай бергіштік коэффициентінің артық эксперимент жүргізбей, арнайы түйіндеу арқылы эксперимент санын азайтуға болатын мүмкіндігін көрсетті. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 0,5% концентрация полиакриламид және де су газ әсер ету кешенді технологиямыз ұсынылды. Бұл әдіс жоғары тұтқырлы мұнай кен орындарының мұнай бергіштік коэффициентін 32,9%-ға арттыруға мүмкіндігін көрсетті. Және де екі ұңғыма бойынша полиакриламид және су газ әсер ету әдісінің тиімділігі болжамдық көрсеткіші негізінде бағаланды. Болжамдық деректерге сәйкес аталған әдіс қолдану нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемін 162,797 мың тоннаға, ал экономикалық тиімділігіміз 640 құрады. Техника экономикалық тиімділік көрсеткішінің бағалануымен ұсынылған кешенді әдісіміз мұнай өндіру көлемін арттыруға ықпал еткенін көрсетті. Рахмет, Альбина. Баяндама аяқталды. Құрметті диссертация кеңес мүшелері және барлық қатысушылар, диссертатқа қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ. Иә, сұрақ па? Иә. Қосарбай Абдыраманов, сізге. Иә, сіз. Мына концентрацияны қай уақыттан бастап пайдалана бастайсың? Мысалы үшін 5 жыл болды, 10 жыл болды, добайшы. Или болмаса сен с нуля қосасың ба шығады? Мені көтеру үшін жаңа 1,5 грамм қосамын дедің ғой. Концентрацияны. Сұрағыңызға рахмет. 1,5 грамм концентрацияны жаңадан қосылады. Бастаған кезінде ма? Мұнай эксплуатация месторождения. Иә. Ол кезде нагнетание берілмейді ғой. Нагнетание болмаса қалай болады екен? Нагнетание бастағасын бастай ма? Сұрағыңызға рахмет. Иә, содан кейін басталған. Концентрациясы. Қандай сұрақтарыңыз бар? Енді бұрын бізде 24, 25, 26%. 35%-ға көтерілді. 33. Соған эксперимент алдыңыз ба? Сондай шығарды көрсетті ме? Или болмаса расчет емес? Жоқ, бұл эксперименттік түрде жүргізілген. Эксперимент. Эксперименттік түрде жүргізілген. Арнайы қабат моделінде жүргізіліп, жаңа таблицада көрсеткендей, бізде арнайы 6 эксперимент жүргізілді. Бұл жерде жүргізілгенде бізде дейінгі мұнай бергіштік коэффициенттері және де кейінгі мұнай бергіштік коэффициенттері анықталды. Месторождение, Қаламқас кен орны.
Горизонт. Можно быть. Василий Сергеевич, пожалуйста. Второе научное положение. Доказана эффективность комплексных технологий воздействия на так далее на основе, значит, полимера и электрохимически модифицированной воды. Что такое? Покажите мне, где это на слайде. И что понимается под электрохимически модифицированная вода? Аха. Сұрағыңызға рахмет. Электрохимиялық модификацияланған су дегеніміз бұл каталиттік pH 11-ге болып табылады. Яғни судың құрамындағы біздегі анион зарядтармен анион зарядталуына байланысты бізде қолданылған су болып табылады. Бұл жерде бізде бұл экспериментіміз бізде үшінші тәжірибе болып табылады. Бұл үшінші тәжірибеде бізде арнайы суымыздың pH 11-ге тең. Бұл экспериментке біз ең алдымен бірінші және екінші экспериментіміз дистилденген суда жасалынды. Соған байланысты біздің төменгі өткізгіштік қабатымызда әлі де мұнай қалуына байланысты біз келесі экспериментке көшуді ұйғардық. Яғни бұл жерде экспериментіміз каталитті эксперимент болып табылды. Бұл жерде бір мен және екінші эксперименттегі мұнай кіріштік коэффициентіміз 20%-ды құрады, ал үшінші экспериментте, яғни модификациялаған су арқылы экспериментімізде мұнай кіріштік коэффициент 26%-ды құрады. Да. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот третий пункт вы выводов сделали, да? Вот здесь выводы. Вот только что перед этим висело последний слайд. Покажите. Третий пункт. Опа, вот это. Объясните, что вы доказали использование квадратичного уравнения. Вот вы пишете. Вот доказано. Сейчас, извините, я прочитаю на русском языке. Вот что еще будет. Обоснована возможность использования метода наименьших квадратов. Это что, новизна? Может, по-другому написать надо? Обоснована возможность регрессионных регрессионных уравнений. Получение зависимости таких. Здесь вы дальше как бы раскрываете, обоснована возможность, как говорят. Теперь еще одна квадратная регрессия. Не бывает квадратных регрессий. Квадратичная, да, но не квадратная. И здесь и там ошибка. Теперь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а где вы испытали вашу методику? Вот вы говорите на месторождении. Да. Вы на образцах делали или в скважине делали? На образцах. Сұрағыңызға рахмет. Понимаете? Тогда четко написать надо. Писали объект исследования нефтегазовые пласты. Тут расхождение, понимание, что пласты или образцы, вот представительные образцы и так далее, образцы. Верный. Вот здесь я поэтому вопрос задал. Спасибо. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде бізде арнайы Ақтау қаласындағы Казнепе лабораториясында жүргізілді бұл эксперименттің барлығы. Және де бұл жерде квадраттық регрессия теңдеуінің сипатталуы, бұл жерде бізде яғни эксперименттердің санын мысалы түрде көбірек эксперимент жүргізбей, осы эксперимент санын азайтылып табылады. Бұны біз арнайы теңдеулерді зерттеу барысында, яғни бірнеше теңдеуді зерттеу барысында бізге сәйкесінше келетін теңдеуді таңдалып, және де сол сәйкесінше теңдеуді таңдалу барысында арнайы квантик студент көрсеткішінің жоғарғы болып көрсетілгені, яғни біздің есептеуіш барысында эксперимент нәтижелерімен сәйкесінше келуі, біздің яғни сәйкес келуі, график тұрғыдан да бір-бірімен сәйкес келуі, яғни біздің ұсынылып отқан эксперимент нәтижелері, яғни 0,25 концентрациямыз дұрыс екенін көрсетеді, яғни көп эксперимент жасамай, осы эксперименттерді квадраттық регрессия теңдеуі арқылы санын азайтуға болатынын көрсетілді. Здесь же вопрос. Вот ваше расчетное значение критерия устойчивости, да, внизу? Да. Что говорит об этом, что у вас там расчетные больше, чем табличные студента? Что говорит об этом? Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде бізде квантил мәні
яғни көрсетілген экспериментіміздің есептік мәндер мен эксперименттік мәндер сәйкесін көрсетілді. Себебі бұл жерде қолданылып жатқан теңдеуімізді осыған дейінгі орнына алмастыру барысында логарифмдік теңдеуіміздің квантик студент мәні 0,82 мәнді көрсетті. Яғни біздің көрсетілген эксперимент санын азайтуға болатынын дәлелдеді. Если бы увеличили число образцов наблюдений, то у вас бы тогда было бы равны или меньше, так, да? Да. Число образцов, то есть число образцов было маленькое. То показывает вот здесь, понимаете, это опасный какой-то ваш рисунок. Вот здесь. Можно. Мұнай газды қабатқа пайдаланасында, пайдаланған кезінде температураны көтеру керек пе керек емес? Себебі қазіргі кезде основной температура, біз мұнай температураны көтеруге пайдасы тие ме мұның? Сұрағыңызға рахмет. Температурасын көтересіз бе? Экспериментін көтере алмайды. Жоқ, температурасын көтерілмейді. Себебі температураны мұнымен көтереді, жаңа соны айтып тұр ғой, сәйкес келу керек. Сұйықтығыменен пайдалану. Жақсы. Ана қараңызшы, формуладан жердің барлығында басқа тілде жазып тұршы. Егер сіздің жұмысыңызда да солай жазылып тұр ма? Егер текстте олай емес шығар, соны. Жоқ, 0,8. Мына жерде 8-2 деп кеткен, 0,8. Расчет деген сөздер ше. Расчет таблица дегендер. Расчет орысша Формулада расчет таблица дегендер. Стандарт бойынша қарайсыңыз ғой. Сосын ана предпоследний слайд ашыңызшы. Мына бұрыштарында қараңыз берді. Может текстіңізде дұрыс келіп тұрған шығар, мынау егер слайд болса, соны қарастырарсыз, жақсы ма? Программадан. Жақсы. Тағы кімде сұрақ онлайн, Айгүл Гайнуллаевна? Анан қосасыңдар ма кім? Сияқты қосып қойыңызшы. Кім? Америкамен. Ардақ Серғазықызы. Менде сұрақ жоқ. Бәрі түсінікті. Сұрақ жоқ па? Кімде сұрақ бар деді жаңа? Сұрақ жоқ. Мына кісі кім? Гусейнова ше? Наида Исмет. Я здесь, я вас слушаю, да. Есть у вас вопрос? Да, Ну, вопрос, руки подняли. один вопрос, если можно, да? Да. Вот у вас там говорится, что ваше исследование как бы в качестве объекта выбрали месторождение Каламкас. Почему именно это месторождение выбрали? И есть ли какие-то другие месторождения в Казахстане или в других местах, которые потенциально подходят для внедрения ваших технологий? Сұрағыңызға рахмет. Арнайы Қаламқас кен орнын алуымыздың себебі бізде жоғары тұтқырлы мұнайлар қарастырылады. Яғни біздің тақырыбымыз жоғары тұтқырлы мұнайдың физика-химиялық әсер ету әдісіне байланысты болғаннан кейін біз жоғары тұтқырлы, яғни Қаламқас кен орнының 2 горизонты алынды. 2 горизонтының мұнайы жоғары тұтқырлы табылады. Сол себептен сол кен орындары қарастырылды. Спасибо, спасибо. Рахмет. Тағы мынандай сұрақта, сізде мысалы бірнеше мақалаларыңыз көп екенше, жазғанша, көбінде сіз бірінші автор емессіз ше? Соны қалай жауап бере аласыз оғанша? Сұрағыңызға рахмет. Бірінші себебі руководитель бірінші көрсетілді. Және де сон статьяларында, мақалаларында 3 статьямда мен бірінші авторым. Соңғыда тағы бір жақында Көксонда бір мақала шығардыңыз ғой, ә? 2025 жылдың 10-шы номерінде сонның бір мақалам жарияланды, және де 24-ші жылдың
11 номерінде тағы да бір мақалам жарияланды. Осы мақалаларда мен бірінші автор болып көрсетілдім. Жақсы, рахмет. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, біз келесі процедураға өтейіксі. Онда рахмет сіз, Альбина, отырыңыз. Онда сөзді біз кеңесшілерге береміз ғой, Ғылымы Шахмардан Есенов атындағы кәсіби технологиялар және инженерлік университетінің техника ғылымдарының кандидаты, мұнай-химиялық инженерлік кафедрасының қауымдастырылған профессоры Сабырбаева Гүлжан Саналбаевнаға беріледі. Өз пікіріңізді білдіріңіз. Мүшелер бәріңізге қайырлы түн. Менің бүгін докторантым 8.072-10 мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін алу үшін ұсынылған жоғары тұтқырлы мұнай кенішілікте физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру тақырыбындағы Альбина Сағынғалиқызының докторлық диссертациясына пікірімді айтқым келеді. Альбина Сағынғалиқызы Хадиеваның докторлық диссертациясы мұнай бергіштікті арттыру мәселелерін зерттеуге және тиімді жолдарын шешу үшін физикалық, химиялық, реологиялық қасиеттер реттелетін мұнай шығаратын композиция әдістерін жасауға арналған. Жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру мәселесі қазіргі таңда өте өзекті болып табылады. Мұнайдың дәстүрлі қорларының азаюына байланысты және өндіру жағдайларының күрделенуіне түсуіне орай ауыр және жоғары тұтқырлы мұнайды өндіруге арналған инновациялық технологияларды әзірлеу мен енгізу үлкен маңызға ие. Қазақстан мен әлем елдерінде жоғары тұтқырлы мұнай қорларының айтарлықтай үлесі бар екендігін ескерсек, зерттеу жұмысының бағыты мұнай-газ саласының заманауи талаптары мен ғылыми-техникалық үрдістеріне толық сәйкес келеді. Бір текті емес қабаттарға аралас полимерлік және су газ әсерін зерттеу тақырыбына мұнай өндіру тиімділігін арттыруда үлкен ғылыми және практикалық мәнге ие. Себебі мұнай кен орындарының көпшілігі бір текті емес геологиялық құрылымдардан тұрады. Бұл өндіріс процесінде қиындықтар туғызады және мұнай бергіштікті төмендетеді. Осы тұрғыда аралас әсер ету әдістері, яғни полимерлік және су газ технологиялары қабаттың өткізгіштік профилін теңестіруге, мұнайды ығыстыру аймағын ұлғайтуға және жалпы мұнай өндіру коэффициентін арттыруға мүмкіндік береді. Диссертацияда мұнайды әртүрлі маркалы полимерлермен ығыстыру процесінің тиімділігін арттыруға арналған түпнұсқалық зерттеу нәтижелері келтірілген. Автор әртүрлі полимерлердің физика-химиялық және реологиялық қасиеттерін зерттеп, олардың мұнай бергіштікке әсер ету заңдылықтарын анықтаған. Нәтижесінде полимерлер мен каталиттер ерітіндісінің композициясы негізінде бір текті емес қабаттарға әсер етудің жаңа технологиясы әзірленіп, тәжірибелік сынақтардан өткізілді. Талдау нәтижелері көрсеткендей, ұсынылған технологияны қолдану кезінде мұнай бергіштік коэффициентінің орташа мәні тазартылған суды айдау немесе полиакриламид қаптамасын пайдалану жағдайларымен салыстырғанда 8%-ға жоғары екені дәлелденді. Бұл нәтиже зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығын және практикалық тиімділігін нақты көрсетеді. Жұмыстың практикалық маңыздылығы ұсынылған полимерлердің нақты мұнай кен орындарында қолдану мүмкіндігімен және олардың мұнай өндіру тиімділігін арттырудағы оң әсерімен айқындалады. Автордың зерттеу нәтижелері полимерлік және су газ әсер ету әдістерінің мұнай өндіру көлемін арттыруға, өндірістік шығындарды азайтуға және мұнай компанияларының экономикалық тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретінін дәлелдеді. Диссертациялық жұмыс құрылымдық және мазмұндық тұрғыдан талаптарға толық сәйкес келеді. Зерттеу кіріспеден негізгі 3 бөлімнен қосылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Кіріспеде зерттеу өзектілігі, мақсат мен міндеттер айқын тұжырымдалған. Зерттеу әдістері тәжірибелік нәтижелер мен олардың ғылыми түсіндірмелері жүйелі түрде баяндалған. Ал қосымда негізгі нәтижелер мен практикалық ұсынымдар нақты көрсетілген. Диссертациямен жұмыс істеу барысында Альбина Сағынғалиқызы өзін жоғары ғылыми мәдениетке ие,
еңбек сіңірген бастамашыл және мақсаттар зерттеуші ретінде көрсете білді. Ол зерттеу нәтижелерін ғылыми тұрғыдан негіздеп, оларды жариялау мен тәжірибеге енгізу деңгейіне жеткізді. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері республикалық және халықаралық ғылыми практикалық конференцияларда, сондай-ақ Есен басындағы Каспий технология және инженерия университеті геология және мұнай-химиялық инженерия кафедрасының семинарларында баяндалды және талқыланды. Альбина Жанғалиқызы Ғалиеваның жоғары тұтқырлы мұнай кеніштеріне физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімдігін арттыру диссертациялық жұмысы 8.072 мұнай газы бағдарламасы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алуға ұсынылатын жұмыстарға қойылатын талапты қанағаттандыратын аяқталған зерттеу болып табылады. Оның авторына философия докторы PhD дәрежесі ұсынуға болады. Ғылыми жетекшісі техника ғылымдарының кандидаты Шахмадан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженерия университеті геология және мұнай-химиялық инженерия кафедрасын қалыптастырған профессоры Шабырбаева Гүлжан Саналбайқызы. Рахмет сізге. Рахмет. Келесі шетелдік ғылымы кеңесші, Әзербайжан ұлттық ғылым академиясы корреспондент мүшесі, техника ғылымдарының докторы, профессор Джалолов Гариб Искакович. Сөз сізге, слово вам. Спасибо вам. Приветствую председателя и всех членов ученого совета. Благодарю вас за представленную мне возможность выступить в качестве одного из научных руководителей этой работы. Известно, что создание технологических схем проектирования месторождений углеводородов, анализ и управление их разработкой осуществляются методами моделирования с учетом геологических, геофизических, промысловых и лабораторных исследований. Этой проблеме и посвящена настоящая диссертационная работа Альбина Ханум. Диссертация актуальности диссертации Альбина Ханум сама сказала все. Я не буду время выделить этой актуальности. Это, конечно, это актуальная проблема. Но в настоящее время наблюдается освоение месторождений, характеризующихся наличием высоковязкой нефти. Несмотря на широкий спектр применяемых технологических решений, направленных на повышение эффективности разработки подобных залежей, на сегодняшний день не представляется возможным выделить универсальные технологии, способные обеспечить стабильно высокие показатели эффективности в долгосрочной перспективе. Применение методов физико-химического воздействия способствует увеличению нефтедобычи. Однако их эффективность ограничена краткосрочным характером воздействия. Это обусловлено необходимостью многократного проведения обработок, деградации структуры извлекаемых запасов, а также ограниченности доступных технологий при специфических геологических условиях. В связи с этим актуализируется необходимость разработки и внедрения новых подходов к повышению нефтеотдачи пластов, что представляет собой одну из приоритетных задач в области освоения месторождений, содержащих высоковязкие нефть. В связи с этим решение данной проблемы рассматривается в этой диссертации Альбина Ханумом путем изыскания полимерных композиций с регулируемыми физико-химическими, поверхностно-активными и реологическими свойствами и рекомендаций совершенствования
метода полимерного воздействия на залежи. Скажу, что тема и содержание диссертации данной работы соответствует паспорту, там 8D 072 и так далее, специальности геолого-физические и физико-химические процессы, протекающие в пластовых резервуарах, окружающей геологической среде при извлечении из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь технологиями и техническими средствами для создания научных основ эффективных систем разработки месторождений углеводородов. Научная новизна, работа основная соискателем заключается в разработке и совершенствовании технологии воздействия на неоднородные пласты, композиции, раствора и полимера, каталита, а также оторочку и раствора полимера и водогазовой смесью. Доказана высокая эффективность предлагаемой технологии при разработке пластов с аналогичным геолого-физическим условиям. Исследования проведены на неоднородной модели нефтяного пласта, соответствующей установленным требованиям к физическому моделированию. Параметры модели пласта в условиях проведения экспериментов удовлетворяют критериям подобиями. В результате проведенного анализа установлено, что применение данной технологии способствует увеличению среднего значения коэффициента извлечения нефти на 8% больше, чем при использовании оторочки поверхностно-активных веществ с закачкой дистиллированной воды. В работе предложен также комбинированный метод воздействия на пласт, предусматривающий вытеснение нефти с использованием оторочки на основе поликролямида, перемешающей водогазовой смесью. Такой метод учитывает совместное действие полимерного и газогидкостного факторов, что способствует повышению нефтеотдачи пластов с соковыятской нефти. Проведен сравнительный анализ вот этих рассматриваемых методов воздействия на пласт. В рамках исследования разработан оптимальный состав полимера, входящий в состав водорастворимой многофункциональной композиции. Данная композиция направлена на изменение биологических и фильтрационных характеристик нефтей с целью увеличения коэффициента нефтеотдачи. Результаты исследований показали эффективность этих технологий и увеличение нефтеотдачи месторождений коллекторами Казахстана. Достоверность полученных результатов обеспечена применением современных методик, согласованными между собой и литературными данными. Процесс работы над диссертационной работой Хадиева проявила себя трудолюбивым, инициативным и самостоятельным исследователем, способным четко определить, доводить полученные результаты до публикации. Соискателем проведен большой объем научных исследований, отличающихся научной новизной и практической значимостью. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на республиканских, международных научно-практических конференциях ближнего, дальнего зарубежья, а также на семинарах кафедры нефтехимический инженеринг вашего университета. Диссертационная работа Хадиевой является законченным исследованием, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к работам, представляемым на соискании ученой степени доктора философии по специальности 8Т07210 нефтегазовое дело, а ее автор достойно присуждения ученой степени. Но, к сожалению, когда были эти вопросы были на казахском языке,
мне многие вопросы непонятно было. Она все-таки ответила, по моему мнению. Мне так кажется, потому что все эти вопросы мы обсудили с ней, когда она была в Баку. В командировке многие вещи мы с ней обсудили. По-моему, один вопрос там был относительно применения вот этого регрессионного анализа, метод наименьших квадратов или методы планирования эксперимента. Это все она усвоила, понимаете, это статистические методы очень широко применяются для проведения вот таких лабораторных исследований. С помощью этого метода существенно там можно ограничить количество опытов, которые должен проводить исследователь. Вот это современные методы, и вообще это давно известные методы, но она обязательно нужна для экспериментаторов, для ограничения вот этот область применения своих результатов, опытов. По-моему, она все усваивает, вот эти вещи, она сама делала все эти вещи. Мы, конечно, показали ей, консультировали и так далее, но эти вещи она сама испытывала на своей исследовательской работе. Так что я желаю успеха ее, чтобы, по-моему, уже второй раз она защищает эту работу. Мне просто непонятно было, почему в прошлый раз, это в прошлом году, она эту же работу в таком же уровне. Мы, правда, мы немножко еще усилили вот это, все эти вещи после ваковского ответа, но просто непонятно было, почему это вернули эту работу. Спасибо за внимание. Спасибо, Гарик Искакович, рахмет. Спасибо. Келесі сөз ресми рецензенттерге Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасының қауымдастырылған профессор, доктор PhD Әлишева Жанат Нұрқуатовнаға беріледі. Жанат Нұрқуатовна, сөз сізге. Саламатсыздар ма? Хадиева Альбина Сағынғалиқызының докторлық диссертациясының сын пікірін осы комитеттің стандартты диссертацияға сын пікірінің 12-ші параметрі бойынша бағаладым. Оның ішінде біріншісі бұл диссертация тақырыбының мемлекеттік грантқа аясында ұтып алған, ұтып алмаған. 24-ші жыл, 26-ші жылдары қысқаруы жоғары мұнай өндіруді қарқындатудың кешенді әдісін жетілдіру жобасы аясында осы диссертация орындалған. Бірінші параметрге жауап беріледі. Екіншісі ғылым үшін маңыздылығы ашылған және жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады. Бағаладым. Өзінің жазу принципі стилі бойынша жоғары деген балл берілді. Төртінші параметр бойынша ішкі бірлік принципі негізделген. Яғни Хадиеваның диссертациялық жұмысының өзектілігі негізделген, бір текті емес қатпарлы қабаттарға кешенді полимерлік және су, газ, эмульсия негізінде әсер ету технологияларын қолдану арқылы мұнай бергіштік коэффициентін арттыру мүмкіндігін ғылыми тұрғыдан нақтылап дәлелдеген өзінің диссертациялық жұмысында. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбына сай келеді, айқындалады. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына толықтай сәйкес келеді. Диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық байланысқан деп келісемін. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған сыни талдау анализ бар. Ғылыми жаңашылдық принципі толығымен жаңа деп баға бердім. Диссертацияның қорытындылары жаңа ма? Иә, толығымен жаңа. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері мен қорытындылары толығымен жаңа және ғылыми негізделген. Техникалық, технологиялық, экономикалық және басқару шешімдері жаңа және негізделген бар. Толығымен жаңа және негізделген. 6-шы параметр бойынша негізгі қорытындылардың негізделген. Диссертациялық жұмыста қорғауға ұсынған барлық ғылыми қорытындылар эксперименттік нәтижелер арқылы дәлелденіп, ғылыми тұрғыда негізделген және статьяларда көрсетілген ғылыми еңбектерінде. Қорғауға шығарылған негізгі ережелер дәлелденді.
тривиалды ма деген сұраққа жоқ деп жауап беремін. Өйткені диссертациялық жұмыста тривиалды элементтер жоқ, зерттеу барысында алынған нәтижелер жаңа болып табылады. Қолдану деңгейі орташа, мақалада дәлелденген иә, 7 мақаласы Коксон және Скопс шетелдік ғылыми материалдардан шыққан. Дәйектілік қағидаты дереккөздермен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі айқындалған. 9-шы параметр бойынша практикалық құндылық қағидаты бар деп баға бердім. Жазу және ресімдеу сапасы жоғары, автордың диссертациялық жұмысты орындау кезінде академиялық жазу және ресімдеу сапасы жоғары екендігі байқалды. Диссертацияға ескертулер тек жаңағы синтаксистік және грамматика жағынан ескертулер болды оформление бойынша. Докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі тақырыпқа сәйкес келеді және зерттеу нәтижелері айқын анық көрсетілген. Журналдарда жарияланып шыққан мақалалар зерттеу бағытына және таңдалған тақырыпқа толықтай сәйкес келеді. Және осы 12 параметрді толықтай бағалай отырып, диссертациялық жұмысқа 10 деген баға беремін. Қадиева Альбина Сағынғалиқызының 8-07-210 мұнай газы білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған жоғары тұтқырлығы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру тақырыбындағы диссертациялық алға тартамын. Алынған нәтижелердің ғылыми деңгейі және орындалған зерттеулер көлемі бойынша дәреже беру қағидаларының талаптарына сәйкес келетіндігін мәлімдеймін. Ізденуші Қадиева Альбина Сағынғалиқызын мұнай газы білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Болды. Жанат Нұрқуатовна, болдыңыз ба? Болды. Рахмет. Сізде қандай ескерту бар? Менде ескерту диссертациялық жұмыстың оформлениесіне байланысты өзіне айттым. Яғни орындалуына. Альбина Сағынғалиқызы, жауап бересіз бе? Я жөнделді. Жөнделіп маған көрсетті, оны көрдім. Жақсы, рахмет Жанат Нұрқуатовна. Келесі рецензент Иманбай Ержан Иманбайұлына беріледі. Рахмет. Мұнай газ білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған Қадиева Альбина Сағынғалиқызының жоғары тұтқырлы мұнай кеніштерінде физика-химиялық әсер ету технологиясының тиімділігін арттыру тақырыбындағы диссертациялық жұмысына менің сын пікірім. Бірінші пункт бойынша диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттары және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес болуы. Бұл жерде диссертация ұсынылған нәтижелер мен ғылыми қағидаттар автордың жеке ғылыми зерттеуінің нәтижесі болып табылады, және олар мемлекеттік бюджеттен қарастырылатын жас ғалым мемлекеттік грантының аясында 2024-2026 жылдарға арналған тұтқырлығы жоғары мұнай өндірудің қарқындатудың кешенді әдісін жетілдіру ғылыми зерттеу жобасын орындау барысында алынған. Ғылым үшін маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері мұнай өндіру саласында ғылыми бағыттардың дамуына елеулі үлес қосады. Зерттеудің ғылыми маңыздылығы мен өзектілігі мұнай өндіру көлемін арттыру және кен орындарын игерудің техникалық экономикалық көрсеткіштерін жақсарту мақсатында полимерлік технологиялар тиімді қолдану арқылы айқындалған. Ұсынылған әдіс мұнай қабаттарындағы мұнайдың қозғалысын жетілдіріп, энергия мен суды үнемді пайдалану есебінен өндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл технология жоғары тұтқырлы мұнай кен орындарын игеру процесін оңтайландыруға, сондай-ақ физика-химиялық әдістерді қолдану аясын кеңейтуге бағытталған. Өзі жазу принципі. Зерттеу жұмысын орындау барысында автор жоғары ғылыми біліктілігі мен дербестік деңгейін көрсеткен. Төртінші, ішкі бірлік принципі. Жұмыстың өзектілігі негізделген, ал полимер ерітіндісі мен газ сұйық эмульсия негізінде кешенді әсер ету әдісін әзірлеу мұнай өндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Диссертациялық жұмыстың мазмұны
оның тақырыбының мәнін толық ашады және зерттеу барысымен үйлесімді. Жұмыстың мақсаты нақты айқындалған, ал қойылған міндеттер зерттеу мақсатына және тақырып мазмұнына толық сәйкес келеді. Диссертацияның барлық бөлімдері өзара логикалық тұрғыдан толық байналысқан және мазмұндық бірлікке ие. Жұмыстың құрылымдық тұтастығы мен ішкі үйлесімдігі зерттеу логикасының сақталуынсыз қамтамасыз етеді. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін дәйекті түрде шешіліп, нақты ғылыми тұжырымдармен қорытындыланған. Жұмыс авторы жүргізілген ғылыми зерттеудің нәтижелерін таңдау жасап, диссертацияның әр бөлімінде алынған нәтижелерге сыни тұрғыдан баға берген. Қолданылған әдістердің дұрыстылығы дәлелденіп, іздеушінің қабылданған шешімдері пайдаланылған әдістеменің ғылыми негізділігін қамтамасыз етеді. 5. Ғылыми жаңашылдық принципі. Диссертациялық жұмыста ұсынылған ғылыми нәтижелер мен теориялық қағидаттар толықтай жаңашыл болып табылады. Олар автордың ғылыми жарияланымдарында және жүргізілген зерттеу нәтижелерінде көрініс тапқан. Жұмыстың ғылыми нәтижелері мен қорытындылары толықтай жаңа болып табылады және зерттеу тақырыбының ғылыми маңыздылығын арттырады. Диссертациялық жұмыс нәтижелері өндірістегі техникалық, технологиялық және экономикалық процестерге жаңа шешімдер ұсынуымен ерекшеленеді. Ұсынылған тұжырымдардың негіздемелері дәл және ғылыми тұрғыдан дәйектелген. Бұл халықаралық рейтингтік журналдарда жарияланған және өндірістік сынақтардың нәтижесімен расталған. 6. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Жүргізілген зерттеу тәжірибелері полимерлі композициялар негізіндегі технологияларды пайдалану арқылы мұнай кен орындарында кешенді әсер ету механизмі ғылыми тұрғыдан негіздеді. Алынған нәтижелер Қазақстанның мұнай кен орындарындағы бұл технологияларды өндірістік ауқымда қолдануға мүмкіндік бар екенін дәлелдейді. Кешенді әсер ету технологияларын қолдануға бағытталған эксперименттік зерттеуде пайдаланған әдістеме негізгі ғылыми қорытындыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін маңызды ғылыми құрал ретінде қызмет атқарады. 7. Қорғауға шығарылған негізгі ережелер. Қорғауға ұсынылған негізгі ғылыми қағидаттар алынған нәтижелермен дәлелденген. Атап айтқанда, мұнай өндірудегі арттыруға арналған жаңа кешенді әдіс 0,25% концентрациялы полимерлі композицияларды су газ эмульсиясымен және электрохимиялық өңдеумен сумен біріктіру қолдану технологиясы ұсынылды және оның тиімділігін зерттеу нәтижелерімен дәлелденді. Полимерлі композицияларды қолдану кезінде мұнай бергіштік коэффициентін анықтау үшін арнайы ең кіші квадраттар әдісіне негізделген теңдеу әзірленіп, ғылыми тұрғыдан негізделген. Сонымен қатар, мұнай өндіру тиімділігін арттыру мақсатында екі түрлі маркалы полимерлердің қасиеттері мен әсер ету ерекшеліктері егжей-тегжейлі зерттелген. Диссертациялық жұмыс мазмұны мен ғылыми нәтижелердің маңыздылығына сүйене отырып, оның тривиалды емес екенін анық байқалады. Зерттеу барысында ұсынылған әдістер мен шешімдер дәстүрлі тәсілдермен өзгеше және жаңа ғылыми көзқарастарға негізделген. Алынған нәтижелер жаңа, себебі ұсынылған кешенді әсер ету әдісінің технологиялық тиімділігін бағалау тәсілдері мұнай өндіру саласында маңызды ғылыми және өндірістік жаңашыл болып табылады. Бұл әдістер мұнай кен орындарын игеру тиімділігін арттыруға және физика-химиялық әсер ету технологияларын жетілдіруге бағытталған. Ұсынылып отырған технологияны қолдану деңгейі орташа деп бағаланады, себебі бұл мұнай газ өнеркәсібінде әсіресе Батыс Қазақстан өңіріндегі кен орындарында тәжірибелік және өндірістік деңгейде қолдануға ұсынылған. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері 13 ғылыми жарияланымда көрініс тапқан, оның ішінде ғылым және жоғары білім министрлігінің ұсынылған, соның ішінде жаңа комитеттің ұсынылған басылымдарда 6 мақала, Scopus деректер базасында енгізген шетелдік ғылыми журналдарда 2 мақала, халықаралық конференциялар материалында 3 мақала, сондай-ақ шетелдік басылымдарда 2 мақала жарияланған. Бұл деректер диссертациялық жұмыстың нәтижелері жеткілікті деңгейде дәлелденіп, ғылыми ортада мойындалған көрсетеді деп есептеймін.
Диссертациялық жұмыста 8-ші дәйектілік қағидаты. Диссертациялық жұмыста алынған нәтижелерді талдау барысында қолданылған әдіснамалық тәсілдер толықтай негізделген деп есептеймін. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері заманауи ғылыми зерттеудің әдістерін, деректерді өңдеу мен интерпретациялау тиімді тәсілдерін және кеңінен қолданылған компьютерлік бағдарламаларды пайдалану арқылы алынған. Бұл нәтижелердің мазмұны мен түсіндірмелері толық және ғылыми тұрғыда негізделген деп ойлаймын. Мұнай бергіштік коэффициентін арттыру мақсатында кешенді әсер ету әдісін қолданудың тиімділігі теориялық өзара байланыстар және физика-химиялық заңдылықтарға сүйене отырып дәлелденіп, оның ғылыми негіздемесі жан-жақты түрде қарастырылған. Маңызды ғылыми тұжырымдар нақты және сенімді отандық әрі шетелдік дереккөздерге жасалған сілтемелер арқылы дәлелденген. Пайдаланылған әдебиеттер сілтемелер талапқа сай рәсімделген. Олардың басым бөлігі соңғы жылдары жарияланған ғылыми еңбектерге тиесілі. Пайдаланылған әдебиеттердің саны мен мазмұны зерттеу тақырыбы бойынша жүргізілген әдеби шолуды толық қамтуға жеткілікті деңгейде деп есептеймін. 9-ші практикалық құндылық қағидаты. Полимер мен катионит ерітіндісінің құрамы негізінде бір текті емес қатпарлы қабаттарға әсер ету технологиясы одан әрі жетілдірілген. Ұсынылған полимерлі композиция жоғары тұтқырлы мұнайдың реологиялық қасиеттерін тиімді түрде өзгерту арқылы мұнай өндіру процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Және бұл мұнай газ саласы үшін маңызды ғылыми әлі практикалық мәнге ие. Диссертациялық жұмыстың практикалық маңызы мұнай өндіру саласындағы қолдану әуелетінің жоғары болуымен сипатталады. Бұл мұнай өндірісінде көлемінің төмендеуі, мұнай фракцияларының тұрақсыздығы және өндірісте пайдаланылатын ескі технологиялардың тиімділігі төмен болуына байланысты жаңа неғұрлым тиімді оңтайландыру тәсілдерін енгізу қажеттілігімен айқындалған. Менің ойымша диссертациялық жұмыста ұсынылған практикалық ұсыныстар толығымен жаңашыл сипатқа ие. Бұл 0,25% концентрациялы полимер ерітіндісін және газ су әдістерімен негізделген кешенді әсер ету технологиясын алғаш рет әзірленіп, эксперименттік жағдайда нақты мұнай кен орындарына арналып зерттелген. 10-ші жазу және рәсімдеу сапасы. Диссертациялық жұмыстың мазмұндық баяндалуы мен рәсімделу сапасы жоғары деңгейде орындалған деп есептеймін. 11-ші диссертацияға ескертулер. Зерттеу әдістері орынды таңдалған, дегенмен қолданылған тәсілдердің артықшылықтары мен шектеулерін қысқаша сипаттап өту жұмыстың әдіснамелік бөлігін күшейтер еді. 12-ші докторанттың зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі, яғни мақалалар. Диссертациялық жұмысты орындау барысында ізденуші мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгей орташа деп санаймын, дегенмен әр мақала маңызды тақырыпты қамтыған. Ресми рецензенттің шешімі диссертациялық жұмыста алынған нәтижелер толық және оның авторы Хадиева Альбина Сағынғалиқызы философия дәрежесін алуға лайық деп санаймын. Жалпы енді жұмысты тағы айтып кететін болсақ, бұл жерде нәтижелер мен мазмұны практикалық және теориялық маңызды жағынан қойылған талаптарға сәйкес келеді. Және мұнай газы білім беру бағдарламасы бойынша философия дәрежесін Хадиева Альбина Сағынғалиқызы алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Рахмет, Ержан Иманбайұлы. Ержан Иманбайұлының ескертуіне қандай жауабыңыз бар? Альбина. Жөнделді. Келсесіз. Жөнделді ма? Жақсы, рахмет. Онда біз келесі процедураға өтеміз. Талқылауға көшеміз. Кім өз ойын айтқысы келеді? Қосарлы Абдрахманұлы. Комиссия төрағасы құрметті мүшелері. Бүгінгі қойылған тақырып
Бүгінде маңызды проблемалы тақырыптардың бірі. Яғни Маңғыстау өңірінде екі мұнай бар. Мезозойлық пен палеозойлық. Мезозойдың мұнайы бізде ауыр мұнай. Парафинсті 19%-ға дейін. Жаңа не себепті Қаламқастан эксперимент алдыңыз деп отырып, 18-17% Қаламқастың мұнайы. Өзендік 19%, Жетібайдікі, о да 19%-ке жағын. Қаражанбас өз проблемасын қазір бұлар үлкен парагенератор алып, сонымен шешіп отыр. Енді үлкен себеп бұл, біз енді көп жерлерде, қазір бейліңдердің жұмыстарында трудноизвлекаемый нефть деп өтіп, параментропс. Біз енді ауыр мұнай дейміз, қою мұнай дейміз, парафинсті дейміз. Палеозойдың мұнайы бізде сернисті, сера бізде 18-19%-ға дейін сера күкірт бар. Бұл сұйық жеңіл мұнай, одан жалғыз ғана бізде оймышада бар мұнай. Қалған мұнайларымыздың мезозойдың мұнайы. Бұл ауыр. Бұның проблема, не себепті проблема деп отырмын? Бұның қозғаған мәселесі, проблемасы бүгінгі күні 40-50 жыл, 60 жыл болған телефондарымыз 26%-дан өтпей отыр. Коэффициент увеличениесі. 26%-дан өтпей отыр. Сондықтан әрине бұл үлкен проблема, мұны жолға қойып, ары қарай жұмысты жалғастыру керек. Себебі бізде басқа көрші республикаларда, енді Азербайжанда болды, оларда 35-36%-ға дейін увеличение барды да, по-моему. Азербайджанда. Пусть сидят. Сондықтан жұмыс өте маңызды, өте келешегі зор, ары қарай жалғастыруын сұраймыз, жетістіктерге жете берсін, біз қолдаймыз. Рахмет, Батырбай Абдрахманович. Так. Наида Исметовна, да? Выступать будете, да? Да, я включила микрофон. Я прослушала, фактически то, что было на казахском языке, естественно, я не поняла, но я знакома с диссертацией, я ее читала на русском языке. И считаю, что работа актуальна, потому что она посвящена очень важным, если учесть, что в настоящее время извлечение трудноизвлекаемых запасов стало все труднее и труднее, то понятно, что основной задачей науки в этой области является предоставление таких методов, которые позволят увеличить нефтедобычу пластов, причем с наименьшими затратами, и эти решения должны быть научно обоснованными и научно обоснованными и рациональными. Слышно меня, да? Да, слышно. Да. В работе Альбины затронуты важные вопросы, связанные с воздействием на пласт с помощью полимеров, выбраны актуальные методы воздействия на пласт и рассмотрены математические данные, значит, полученные экспериментально, обработаны математическими способами. Я считаю, что работа достойна того, чтобы ее принять как на соискание, в смысле, степень Альбина заслужила своим упорным трудом. Вот это я хотела сказать. Считаю, что все. Работа нормальная, хорошая. Я считаю, что... Спасибо, Наида Исметқызы. Спасибо. Вам тоже спасибо. Задали вопрос. Құрметті әріптестер, құрметті диссертация комиссиясының мүшелері, мен енді мына жұмысты мен де жақсы қарап шықтым. Жаңа алдында Қосарбай Абдрахманович айтқандай, жұмыстың актуальностылығына ешқандай сөз жоқ. Айтты, екі бөліп, осы Маңғыстау облысында мұнайдың қай неде жатқанын, қайсының ауыр, қайсының жеңіл екенін, сондықтан бұл теманың тақырыптың өзі өте актуальны деп ойлаймын. Қойылған мақсатта орынды,
Сондықтан тағы да Альбина Сағынғалиқызының қарастырып отқан жұмысы, өзінің жетекшілігімен атқарған жұмысы өте сапалы, өте қажетті деңгейде қарап жазып шықты деп ойлаймын, зерттеді. Сондықтан тағы бір айтатын нәрсе, Альбина жеткілікті түрде бір диссертация емес, 2 диссертацияның деңгейінде өзінің зерттеу жұмыстарын жаңағы Скопус базасында және өзінің Қазақстанның Хоксон базаларында жариялаған. Сондықтан мен бұл жұмысты өзім қолдаймын және басқа диссертация кеңестің мүшелерінен соны сұраймын. Сол тағы кімде қандай ұсыныстар бола ма, жеткілікті ма? Онда біз келесі процедураға өтеміз ғой, Енді біз келесі процедура бойынша, регламент бойынша жасырын дауыс беру рәсіміне көшеміз. Жасырын дауыс беруді өткізу үшін бізге санақ комиссиясының құрамын сайлау қажет. Қандай ұсыныстар бар? Санақ комиссиясының келесі құрамда сайлау ұсыныс. Сөз сосын берме. Ол кейін шығар ол. Неден кейінше? Ұсыныс түсті. Санақ комиссиясының төрағасы деп Қосарбай Абдраманович бізде, мүшелері Портнов Василий Сергеевич, вы член, и Рыскүл Омаровна. Осыған қандай пікірлеріңіз бар? Ұсынысты бірауыздан қабылдадық, Онда осы жұмыстарға айтыңыз. Я сейчас в чат отправлю еще одну ссылку. Просто я хотела сказать, что меня нету в чате, я не знаю почему. Нет, как вас нету в чате? Не знаю, у меня не видно, поэтому я говорю, вот все, что у меня видно, это я вот могу показать. Ваш университет, Айгюльханым, Ардак, вот эти вот все чаты. А меня почему-то не видно. Смотрите, последний, там чат называется «Защита 7-11». Альбина, ты включила, да? У меня нету этого. Здесь есть Ю2, больше ничего, не знаю. То есть вот то, что у меня в чате, я вам читаю дословно. Поэтому не знаю я даже, как мне быть вот в этом. Может, мне... Вы на WhatsApp смотрите чат? Нет, я не на WhatsApp смотрю, на компьютере. Может быть, вы мне на WhatsApp отправьте тогда? На WhatsApp смотрите. На WhatsApp. Хорошо. Все хорошо, есть, поняла. Хорошо. Вот смотрите, на WhatsApp я отправила последнюю ссылку. Ага. Есть, да, вот есть, да, нашла. Последнюю перейти ссылку туда. открываете, самую последнюю ссылку открываете. Да. И я вот здесь должна, да или нет? Да, я поняла. Да. Вот. Все. Все, потому что на компьютере этого не было. Спасибо. Нет, да. Всё, я отправляю. Так. Отправить. Так, пусть эти выше нам показатель, это кто проголосовал. Да, мой документ дошел? Смотрите. Да, сейчас смотрим. Ага, есть все. Кто не проголосовал? Все проголосовали? Я проголосовал. Для меня это меня. Қанша болды? 10. Неше адам? Онда біреу екі рет. Неге? Я біреу. Сіз екі рет басып отырсыз. Ну ладно, все. 100% ушел. Ну ладно. Не беруге бола ма, өзгертуге бола ма? Бәрін дәптіп түсу керек қайта. Бәрін удалить переголосование будет. Он удалить. Так, сейчас они удалит, потому что один человек 2 раза нажал. Поэтому сейчас мы удалим то, что мы голосовали, и обратно проголосуем по этой ссылке.
Да? Удали, пожалуйста. Что, заново можете переголосовать. Начинаем заново, да? Да. Все заново. Да. начинаем. Проголосовали? Ну да, вроде бы. Через Бранамон. Неге бір адам қалды? 8. 8 дұрыс, тағы бір адам. Кто не проголосовал? Айгүл Гайнуллаевна. Можно посмотреть, кто не проголосовал? Список. Я проголосовала. Да, сейчас посмотрим. Айгүл апай жаңа кетіп бара жатыр еді ғой. Ой, блин. Сейчас. 100% деп тұрмын. Жоқ. Айгуля, проголосуй, пожалуйста. Мы заново проголосовали. Баса қойшы, пожалуйста. Я же проголосовал. Нет, не вам говорю. Не, у вас Ай- все нормально. Всё Да. нормально. Айгүл оқымайды ғой енді. Звондаңыз. Жоқ, еще раз мы жаңа деген біреу лишний болып кетіп қайта голосовать етіп жоқ. Бір голосовать ете қойшы. А? Два раза голосовала ты. Онда Подождите. А? Сколько голосов там? он там написано. что Төбелесіз. 8 ответ. Иә, жақсы қазір. Это 2 раза голосовала. А сен кім дауыс бермегенін көрмейсің ғой? Жоқ. Голосовала. Голосовать? Да. Ладно. Как Гусманова, да, получается, не голосовала, да? Исхат. Я не знаю, тут не написано. Голосовать деп сұрақты, да, деңіз. Не знаю, написано. Сұрады ғой, жазыңыз. Да, голосовать. Я Я голосовала, ведь негізі. Все? Сколько там вышло? 8. 8-тен төбе. Я голосовала вообще-то, да. Все. Болды ғой, иә? Жаңа бланкін қайтам. Все, 9 вышло. Так, енді толтырдыңыз ба? Так, міне бланк. Вот. Я заполнила его. Из них как можно посмотреть? Да, нет, дегенда. Сколько голосов? Синим это да, а красным это нет. Все 9 голосов. Это синим. Все да проголосовали, да. Все, теперь, наверное, подпись надо будет поставить. Я Девушки, где-то. Давайте, Сергей, устали. Голос. Бұл жерде шаршадыңыз ба? Шаршадыңыз, ә? Сіздің де қолыңыз керек. Иә. Мен өзім шығармаған ғой. Тағы біреу қайда. Үшеу. Ручка. Үшеуіне кіргіземін. Қол қойсын, Қол қойыңыз. Ана жаққа шығып айтасыз. Ана жаққа шығып айтамын, жер айтамын ба? Ана жерге шығып айта беріңіз. Шақырайық. Что хотите, то и делайте. Ана жерге дұрыс болдыңыз ба? Дұрыс 9 адам ғой бар. Иә. 9 адам бәрі проголосовали сзади. Сосын бағасын қояйық оның. Бағасын ұмытып баратын қойған. 90 қояйық? Ровно 90 қояйық, да? А минус беді, 90 деген ама. Сосын қоясыз ба? Вернули. Вот эту сторону, помогите, пожалуйста, переводите. Объекты мы сказали, да? Вот подскажите. На казахском языке не знаю, в переводе правильно. Вы посмотрите. Старший
Кейін қарайсыз. Балды айтпай-ақ қойыңызшы. Бала айтпаймын. Бағана вообще айтпай-ақ қойыңызшы. Бағана айтпаймын, мен тек адам саны. Соны айтсам болды. Иә. Мынау просто бізде деген положено баға ғой. Ертең дипломға жазылады. Мен ұмытып кетпек сосын. Можете доходить. Можете доходить. Рыскүл Омаровна. Отыра берейік па, шыға берейік па? Отырамыз ба? Біз жоқсыз байланыста болыңыз, қазір айтамыз өзі. Чуть-чуть осталось, все. Чуть-чуть осталось. Айта беріңіз. Айта. Кеңестің жұмысын жалғастырамыз. Құрметті кеңес мүше қатысушылар, Есенов атындағы Каспий технологиялық университетінің өндірістік және өңдеу дайындық бағыты осы бағдарлама бойынша диссертациялық кеңес сайлаған санақ комиссиясының отырысының хаттамасын оқып шығуға рұқсат етейік. Оны оқуға Қожа Ахмет Мұхарбай Абдурамановичке сөз беремін. Мардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және университетінің жанындағы 8-072 өндірістік және өңдеу салаларының дайындық бағыты бойынша мұнай мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беру бойынша диссертациялық кеңес мүшелері есеп комиссиясының отырысы хаттамасы. Сайланған комиссия құрамы Қожа Ахмет Қосарбай Абдрахманұлы, Партнов Василий Сергеевич, Баямирова Рыскүл Омаровна. Комиссия философия докторы PhD дәрежесін алу үшін Қадиеваның диссертациясы бойынша жасырын дауыс беру кезеңінің дауыстарды санау үшін сайланды. Диссертациялық кеңес құрамы 9 адам. Отырысқа 9 кеңес мүшесі қатысты. 9 бюллетен тартылды. Жарияланбаған бюллетен жоқ. 9 бюллетен жәшігінде болды. Қадиеваға философия доктор PhD дәрежесін беру мәселесі бойынша дауыс беру нәтижелері. Докторантқа философия доктор PhD дәрежесін беру үшін комитет алдында өтініш жасалып 9 адам. Диссертацияны шықтан жіберуі жоқ. Диссертацияны қайта қорғауға жіберу жоқ. Докторантқа философия доктор PhD дәрежесін беру үшін комитет алдында ұсыныс жасаудан бас тарту жоқ. Есеп комиссиясының төрағасы Қожа Ахмет Қосарбай Абдрахманов. Санақ комиссиясының хаттамасын диссертациялық кеңестің бекітуіне шығарылады. Санақ комиссиясының хаттамасын бекітуді кім қолдайды? Дауыс берулі қарсы болғандар ондай жоқ. Бір ауыздан Қадиева Альбина Сағымқалиқызын біздің комитеттің алдында диссертациялық докторлық диссертациясын беруге біз ұсыныс жасаймыз. Рахмет. Енді келесі сөзді диссертантқа береміз. Альбина сөз сізге. Соңғы сөз. Құрметті диссертация қатысушылары, құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, барлықтарыңызға көп рахмет.
Айгүл Байнолайна, сізге рахмет көп. Иманбаев Ержан ағайға, Айша Жанат Нұрқуатынаға, реценденттерге көп рахмет. Балалов Гарик Исакович ағайыма үлкен рахмет. Барлық қатысушыларға көп рахмет. Рахмет, сау бол. Енді келесі процедураға өтейік. Құрметті онлайнда отырғандар, сіздер кетіп қалмаңыз. Мынаны талқылап жіберейік. Сейчас я на WhatsApp также вышлю проект заключения. Вы русский вариант не смотрели, да? Ну, вот это. Да? Аннотация. Квалификационные требования. Я на WhatsApp выслала проект заключения. Русский вариант. Требования бери. Квалификационный требования. Шашын сол жерде проект заключение. Перевер. Оның артында бар ма? Міне. Бар бар. Бер. Орысша істеп. Онда біз былай жасайық, мына қорытынды туралы біз әр диссертация кеңестің мүшелеріне береміз. Кім қандай өздерінің өзгеріс жазсаңыздар, соған сіздер жазып беріңіздер. Оны диссертант кейін өзіне қосап сөйтейік. Енді біз келесі процедура квалификационный требования өтейік. Бұл жерде қазақша оқып айта беріңіз. Бірінші, диссертация нәтижесінің сипаттамасы. Бір-бір, сәйкес білім саласы үшін маңызды мәселені шешу. Бір-екі, маңызды қолданбалы міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін, сосын үш, ғылыми негізделген техникалық экономика. Қайсысын таңдаймыз? Бір-бір. На русском языке. Внедрение. Практическое использование работы. Как отвечать? Потому что на основании этого мы должны будем подпункты эти устроить. Проект заключения нет? Не, ну вот здесь нету, понимаете, здесь должно быть где-то отмечено, кому рекомендуете вы эту работу. Практическая значимость данной работы. Потому что из этого будет вытекать вот эти пункты. Понимаете? И где вы опробовали? Может быть, это рекомендация, протокол заседания. Быть. Акт внедрения, Валерий Мустафа. У нее же есть акт внедрения. Почему здесь нет? Ну она, вот нужно... На основании этого вы должны... Вот смотрите, диссертации. Все. Видите, что я хотел... Опыт реализации. На жерге добавить эту. Сертификат бар, бәрі бар. Все правильно. Все есть у нее. Это к тому, что в этом решении должна быть обязательно практическая значимость данной работы. Это читать может никто не будет, понимаете? Вот это читать то, что. Нет, практическая значимость пишется в введении же работы, в введении работы. Здесь смотрите. Там... Вы говорите, здесь же оценивать, сейчас будем оценивать. Первый пункт какой? Один, да? Онлайн кто сидит. Что вы предлагаете? Ержан, қайсысын етеміз? Мына қорытындының да жібердік қой. Бір-бірді таңдаймыз ба, екіні таңдаймыз ба, үшті таңдаймыз ба? Бір-бірден жоқ. Иә, бірде-бір келеді, енді 2 мен 3-тің мен қатты разницасын түсінбей тұрмын да. Не разница мына жерде, нені? Бір-бір. Енді екіде диссертация нәтижелерінің жаңашылдық деңгейі. 2-1, Нәтижелер жаңа. 2-1, иә. Диссертация нәтижелерінің мәні жоғары. Жоғары ма? 3-1, да? Иә. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеумен байланысы 4-1, 4-2, 4-3 қайсысын етеміз?
Taqirib memleket, аймақ. Şu Аймаққа kadar. жатады ғой. Төбірі. Ha? Görüşümüz var. Ha, зерттеулерде ма? Жас ғалым да туалды ол. Жас ғалым емес пе еді ол? Жас ғалым. Сол төрт бірге жатпай ма? Жас ғалым болса 4-1-ге жатады ма? Төбірі, ha. Так, 5 қолданбалы маңызы бар диссертация нәтижелерін енгізу. Енгізілген деп тұрған анау енгізілген ма? Салар 5-2 ғой, ja? 5-2. 5-2. 5-2 салааралық. Қолданбалы маңызы бар диссертация нәтижелерін кеңейтілген пайдалу бойынша ұсыныстар. Алтта бір. Алты бір емес пе? Халықаралық ғылыми зерттеу бағдарламасына енгізілген ба? Қалай? Халықаралық емес. Немір сегенде төртте бірді таңдап жатсыздар ғой, иә? Халықаралық ғылыми зерттеу бағдарламаларына енгізілген дейді. Сондай ма? Ондай бір жоқ дейді. Жоқ. 4-2 онда. Мемлекеттік деп тұр біріншісінде мемлекеттік деген ғой сол жалпы. Немесе деген ғой халықаралық деген немесе деген. Ұйымдар мен жоғарғы оқу орындар деген дұрыс болар. 4-2, иә? Иә, 4-2, потому что ана жерде енгізілген деп тұр ғой тақырыпқа. 4-2, Иә, 4-2. Қалғандар дұрыс қой, ja? Қалғандар, иә. Онда құрметті, енді Василий Сергеевич, енді кейбір жерлерде өзге изменения внесет, да, давай. Потом ей отдадим, она будет это внести. Да, в рабочем порядке. Солай істейік, ше? Сонымен, құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, онлайндегі, офлайндегі барлықтарыңызға көп рахмет. Осымен бүгінгі жұмысымызды тәмамдаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Көп рахмет онлайн қатысқандар. Аман болыңыз. Рахмет. Рахмет сіздерге.